Кентау қалалық орталық ауруханасын бас дәрігер Сыздықова Гүлбану Жұмағалиқызы басқарып отыр. Аурухана 1984 жылы наурыз айында 310 төсек орынға ашылып, қазіргі таңда қала және оған қарасты ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетуде. Бүгінгі таңда 57 дәрігер, 278 орта буын медицина қызметкері, 144 кіші буын медицина қызметкері, барлығы 520 қызметкер жұмыс атқарады. Кентау қалалық орталық ауруханасының құрамына қабылдау бөлімі, жан сақтау бөлімі, босану бөлімі, сынық сырқат бөлімі, инсульт орталығы, балалар бөлімі, терапиялық бөлім, хирургиялық бөлім, жұқпалы аурулар бөлімі, гемодиализ орталығы, орталықтандырылған лаборатория, физиоорталық кіреді. Ауруханада компьютерлік томография, цифровизацияланған рентген аппараты, жаңа үлгідегі ультрадыбыстық зерттеу аппараты мен лабораториялық диагностикалау аппараттары халыққа қызмет атқаруда. 2020 жылы жаңа індет COVID-19 коронавирус ауруына шалдыққан науқастарды емдеуге инфекциялық және провизорлық госпиталь жасақталып, науқастарға тікелей медициналық көмек көрсетілді. Кентау қалалық ауруханасына қарасты COVID-19 індетіне шалдыққан науқастарды емдеуге арналған инфекциялық стационар 50 төсек орын ашылғалы бері 373 науқас ем қабылдады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілу, коронавирус инфекциясының емдеу және диагностикасының протоколына сәйкес жүргізілуде. Инфекциялық стационарда 3 реанимациялық төсек орын, опер-блок, босандыру бөлмесімен жабдықталған. Инфекциялық стационарда осы уақытқа дейін вирус жұқтырған 9 жүкті әйел босанды. Олардың 4-еуіне операциялық жолмен босануға медициналық көмек көрсетілді. Вирусты пневмонияның күшеюіне байланысты аурухананың А блогында 150 төсек орындық провизорлық госпиталь жасақталынды. Орталықтандырылған оттегілік нүктелер жүргізіліп, жалпы саны 150 нүктеге жетті. Қосымша 36 оттегілік концентратормен толықты және аурухананы түгелдей оттегімен қамтамасыз ететін қала тұрғынының көмегімен оттегілік станция орнатылды. Провизорлық госпиталь ашылғалы бері вирустық пневмониямен 1200 науқас емделіп шықты. Ауруханада коронавирусты инфекция мен вирусты пневмонияны емдеуге дәрі-дәрмек қоры 2 айға толық қамтамасыз етілген. Орталық аурухана дәрігерлері үнемі біліктілігін арттырып отырады. Дәрігерлер шетелдерде және Ресей мемлекетінде біліктіліктерін шыңдап отырады. Медицина қызметкерлері инфекцияны жұқтырып алмау үшін қорғаныс киімдерін, дезинфекциялық ерітінділерді пайдалана отырып қызмет атқарады. Ауруханада және кви стационар таза және лас аймаққа бөлініп жұмыс атқаруда.